Барсындар кітапханадан алып, кезектесіп оқуларыңа болады. Мына кітаптың авторы алдарында тұр. Ләззат Теміртасқызы. Ішінде мен балалар сендерге арнап, өлеңдер бар, ертегілер бар, әндер бар, жаңылтпаштар бар, тақпақтар бар, мақал мәтелдер бар, өтірік өлеңдер бар. Оны еңбектеніп кім үшін жаздым? Сендер үшін. Әртістеріміз қазір қойып береді. Бояуға қайтсын қазір тамашалайтын боламыз. Тақпақты өте керемет айтады екен Санжар. Маған өте ұнадың сен. Одан кейін қызыл түсіміз келе ғой. Дәрия деген әдемі қызымыз. Қызыл түстің рөлін ойнайды. Одан кейін сары түс. Айжан. Ерке. Сүйкімді қыз. Жасыл түсіміз. Ертұрқан деген бар. Зат деген батырымыз бар. Қарияның рөлін ойнайтын Арман. Ертеде өмір сүріпті. Көңілдері Дария бірнеше ұлы болыпты. Тату-татты жанлыя. Қызықты өмір кешіпті. Күндердің бір күнінде басталды жанжал түстей. Түсіндей, қызын қызырған, отырған түсінбей, кәне қайсын құлпырған. Құзда онда қызыл әкетті мен түс. Күнді бояп тұрамын, ал сары түсте алтын күз. Мұның батыл іздейді. Ербетінің күшімін. Түсімін. Сеймін бе түсімді. Көк түс қарап жоғары, көңілі бірден толады. Мына отырған аспанды қанандар кім бояды? Шалқайды, құлағы бірден қалқайды. Ден саспайды, ол да сөзді бастайды. Жерсің, мен түсім қапты. Бостан сынғанда, адамдар мен жануарға, жайқалға, өсімдіктерге керексіңді бәрінде. Адам табиғатта ішіндерсіз, тіршілік ете алмайды. Адамзатсыз, көңілсіз, бояуларсыз болмайды. Сәні өмірін кетеді, жері толмайды. Қашан маған данасын, ақсөт беріп үсірді, ұйқынды тұз білді, ризамын саған анашым. Ақажем, ешкімде жоқ ажем, ертегі айтып береді, маған да сол керегі. Анашым, сәлелі анашым, әлпіш деген баласым, айналайын анашым. Күнірі лаламбатын тұнығы, айта бесін мәңгілік тәулесіздік тұғыры. Қазақ тілін баптайтын, қазағымды мақтайтын, отанымды сақтайтын, ел қойғаны мен болам. Атты қаламыз, шырқап әнді саламыз, отанды да қорғаймыз, гүлдей болып жайнаймыз. Біз бақытты баламыз, шырқап әнге саламыз, жамандықта бармаймыз, тәуен тақпен қашпаймыз. Шырқап әнге саламыз, табиғатты қорғаймыз, жердің шарын шарлаймыз. Біз бақытты баламыз, шырқап әнге саламыз, өркендерді сыйлаймыз, әдептен еш қалмаймыз. Өте жақсы келмей өтіп жатыр, және сіздің оқулығыңызды тақпақтарын, өлеңдерін айтып жатыр. Балаларым, рахмет сіздерге. Ақшы бізге ақылай жүре беріңіздер. Тек отанымыз тыныш болсын, тек жақсы. Sırma
сабақ болып шығасыңдар, оқуға түсесіңдер, оқу бітіріп көмектесесіңдер. Соны қадірін біліңдер деп, балдар сіздерге тілектеспін. Біздің мерекеміз құтты болсын, сегізінші наурыз. Ләззат, сізге көп рахмет, осындай шара ұйымдастырып, бізді балаларға көрсетіп, өзіміздің кітабымызды біз біліп жатырмыз бүгін. Рүстем Бекітұлы, сізге де көптен көп рахмет. Осы балаларымызды тәрбиелеп жатсыз, өте қуаныштымыз, біз ризамыз сізге. Енді қыздар, мерекелер құтты болсын. Беріп жатқан мереке жақсы концерттеріңді, тақпақтарыңды естіп, қуанып отырмыз. Иншалла, осы жазатқан осындай керемет шәкірттерді өсіріп, тәрбие беріп жатырсыздар. Балаларымызға да зор денсаулық тілеймін. Қыздарымыз дана болсын, үлкен қасиетті аналарымыздай, Гауһар анамыздай, Домалақ анамыздай мейірімді, бақытты, киелі, өте керемет жандар болып өссін. Ұлдарымыз батыр болсын, елге елеулі болсын, халыққа қалаулы болып, үлкенге үлгілі, кішіге инабатты қызығын көруге, осындай ұрпақтарымыздың, немерелеріміздің, шөберелеріміздің, шөпшектеріміздің Алла Тағала ұрпақтан иншалла тек жақсылық болсын. Мынау жұмыстарыңызға береке тілеймін, зор денсаулық тілеймін. Алланың әрқашан нұрына, бақытына, байлығына бөлене беріңіздер. Мейірімді болып, білімді болып, дана болып өссін. Алла Тағала, Алла Тағала халқымыз аман болсын.